балалар? Ал енді балалар, мен сендерге күшті жаңадан ертегі оқып беремін. Ертегіміздің аты Сафариға отбасымен саяхат ертегісі деп аталады. Бір шағын ауылда, сендер ертегі тыңдағыларың келе ме? Бір шағын ауылда тату-тәтті отбасы болыпты. Ол отбасының әкесі Әли, анасы Айшан, баласы Ермек, Мақпал есімді мысығы мен Тұлпар есімді иті болыпты. Бір күні әкесі Әли айтыпты: "Кәне, барлығымыз сафариға саяхатқа шықсақ, қалай болады екен?" депті. Содан барлық отбасы келісіпті. Сөйтіп олар сафариға саяхатқа шықпақшы болыпты. Ал сафариға саяхатқа шыққан оларға өте қатты ұнапты. Себебі жолда олар керемет табиғатпен танысыпты. Сонымен жан-жануарларды көріпті. Сөйтіп олар бір-бірінен саяхат жайында сөйлесіп, көңілдерін көтеріпті. Балалар, сендер де саяхатқа шыққыларың келе ме? Ал ендеше сафари деген не білесіңдер ме балалар? Ол не екен? Африкада көп жануарлар мекендейтін жер екен, балалар? Жомарт қыздардың қасына келе ғой? Өте жақсы. Ал ендеше балалар, біздер сафариға саяхатқа шығып, біздер де жан-жануарлармен, табиғаттың әсем табиғатпен танысайық, балалар? Балалар, сендерге ертегі ұнады ма? Онда олай болса біз саяхатқа сафариға шығатын болсақ, бізге бағдар беру мақсатында сол отбасы мүшелері бізге жолдан тапсырмалар қалдырыпты. Сол тапсырмаларды орындап баратын болсақ, біз жолда адаспай сафаримызға аман-есен жетеді екенбіз. Ал енді олай болса біз сафариға түйемен саяхатқа шығайық, балалар? Ал біздің түйелеріміз Зайын, мінекей балалар. Ал енді кеттік, сафариға саяхатқа кеттік. Кәне, күшті ма балалар? Күшті. Ал енді сафариға саяхатымыздан жолдан отбасының әкесі Әлидің тапсырмасын орындай кетейік, балалар? Кәне келе ойындар мұнда. Ал енді мұнда қандай да іс-әрекетті білдіретін, бізге суретке жапсырылған екен. Балалар, мұнда нені суреті тұр? Көңілді. Ал балалар, сендер маған айта қойыңдаршы, кәне? Бүгін көңілді қонақтар көтеріледі. Бүгін қонақтар жарайды. Ал ендеше екінші суретті ашамын. Сендер екінші суретте не көріпсіздер? Күн шақырап тұр, иә? Тағы неге шақырайды? Ал енді сендер маған осы күн жарқырап тұр дейді. Күн сөйлеу бірақ. Күн жарқырап шықты. Күн жарқырап шықты. Жарайды. Ал енді балалар, үшінші мен суретті ашамын. Ал енді маған қар жауып тұр деген суретке кім сөйлем тұрады? Ал келесі суретіміз қарай қойыңдаршы, нені суретпен? Бұл өрнек қай уақытта біз пайда болады? Суық болған кезде пайда болады екен, иә? Кішкене
тамаша. Ал біз қане шеңберді тамызғалы. Ал енді біздің отбасының әкесі әлидің тапсырмасын орындады. Иә балалар? Тапсырмасын берген ұнады ма? Өте тамаша. Ал енді келесі тапсырма бізге бағыт-бағдар беру үшін келесі тапсырмамыз отбасының анасы Айжанның тапсырмасын орындаймыз. Иә балалар? Ал енді балалар, міне біздің столымызда тұрған мнемо-кестелерде біз тақпақтарымызды оқимыз. Қане Аймира шыға ғой. Алтын, сары, қызыл, көк. Ауан шапрақ. Көзгі бақта көзлеп, көз атырап. Қане, ал енді бұны QR кодпен қарайды, иә? Қане, Аймира ұқсайтын ма айтпар мекен? Отаға сөйлес. Ал енді барлығымыз тыңдаймыз. Алтын, сары, қызыл көк, алуан жапырақ, көзгі бақта күлімдеп, көз тартады атырап. Өте жақсы. Аймира маған бере ғой. Өте жақсы. Қойып қоя ғой. Ал енді балалар қараңдаршы, келесі отбасының баласы Ермек өте математикаға жүйрік екен. Ол математикадан есеп шығарғанды өте жақсы ұнатады екен. Сондықтан бізге Ермек өзінің математикалық қосу және азайту амалдарымен орындауды тапсырма берді бізге. Қане жақсылап отырғалы орнымызға тапсырманы орындаймыз. Балалар, алдымызда қаламдар. Жылдамдатамыз. Қосу, азайту амалдармен. Жылдам. Өте тамаша. Тамаша. Балалар, өте тамаша. Жарайсыңдар балалар. Ал енді біз болсақ, кәне қаламды қойып, бір бойымызды сергіп алайық, иә балалар? Сосын, кәне балалар келе қойыңдар, бір бойымызды сергіп алайық. Тез. Тамаша. Келе қойыңдар, Мася. Бір бойымызды сергіп алайық. Тез, жылдам. Ал енді балалар, біздің келесі ойынымыз кішкене ойынның аңғарасыңдар ма балалар? Ал олай болса кішкене бойымызды серіп алайық, иә? Ойынымыздың аты біздің боулинг ойыны деп аталады. Қазір ойынның шартын сендерге түсіндіремін, иә балалар? Банан дейді. Міне, Б әрпінен басталады екен, кәне? Амина жақындап жылдамдатамыз. Б әрпіне дәл тигізеді екен. Тамаша, жылдам. Келесі, Айсенің келесі суретті ала ғой. Кәне? Ананас дейді, иә? Ал Айсенің дәл тигізе ғой. Тамаша, ұзағы. О, тамаша. Ал келесі. Кәне? Көзайым. Ала ғой. Сурет ал. Біз қосылбасын жылдам құрасқыр аламыз. Кәне? Тамаша. Әли тамаша. Тамаша. Апа істедім. Өте жақсы. Апа мен болдым. Тамаша. Рахмет, балалар. Өте жақсы. Иә, балалар? Тамаша. Енді балалар, келесі бізде отбасындағы кішкентай ғана иті тұлпардың тапсырмасы екен, иә балалар? Ол тұлпардың тапсырмасы бойынша біз сафаридағы аңдарды босатуымызды өтініпті. Кәне қолымыздағы қайшыны алып, алдымыздағы қайшыны алып, кәне біз қоршауда жатқан аңдарымызды құтқарамыз, кәне қиямыз. Содан кейін, оның ішінде қоршауда қандай аң бар екенін айтамыз. Сосын оны біз планшеттен көреміз. Кәне біз босаттық па, босатқан жоқпыз ба? Жылдам. Кім босатса айтсын, апа мен босаттым деп. Жылдам көрсететін боламын.
Al endi. Al endi Imonqalini ko'ramiz. Nega? Ha? Bor o'zing, ya. Qani? Voy, tomosha. Ko'rdingmi? Nima ko'rdingiz? Qani? Bolalar qashlarimizni o'rniga qo'yib, qani shingirga keling bolalar. Qani kela qo'yinglar. Al endi kela qo'yinglar bolalar. Qani aytira bo'lgan. Al endi bolalar biz sayohatga chiqqan nimaga kelib edi? Tüyümeni. Qani qaytamiz, qani biz qo'limizni qo'yib olib. Qani? Aha. Al endi biz tüyümeni o'z sayohatimizni oyoqlariga. Al endi o'zimda turadimlar, qani. Men tüyümni olib istayman. Aha. Al endi bolalar, sizlar mana bilashgan. Bugungi sayohat sizga bilinadimi? Al endi unagan bo'lsa, al endi Nesmen unadı? Ne koyduruşkan? Nesmen? Sosun. Biz qanday so'rayapmiz? Matematikadan esepga tushadi. Ya bu so'sin qaysi Bowling o'yini. So'sin. Buni mukesimen taqmoqda. Ya bola. Ben aytdim, shunday bo'lishgan. Su azaytu dambalari. So'sin aytib turardim mana shudan. Nemo kesdimen tapaqlarimizni aytib, ya, mana shunaqa kelib qo'y. Al endi bolalar, ba'zimiz taqdirga muhlat boshqa qilishgan. Qani, kim shu vaqt mana shunaqa kelib qo'y. Qaranglar shu mana. Bunda men 3 model o'yinlarni qo'yamiz. Qani qaranglar. Mana qanday tuz? Noshi? Al endi senga bunaday to'sqalarni qo'y. Al senga bugungi o'quv xizmatimiz sizlarga tushuniksiz bo'ladigan bo'lsa, mana qizg'iltning aslida biz to'sqalarimizni yozdiramiz. Al bizga kichkina tushuniksizlik bo'lsa, yo kichkina noma'lum bo'lsa, sari bizga hatto noma'lum bo'lsa, shasul o'yinimizning aslida to'sqalarimizni yozdiramiz. Yaxshimi? 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 Yaxshimi?